Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Алуа. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Bir жасағаннан шығатын гуляш тамағын дайындайтын боламыз. Ең алдымен тауықтың төс етін жақсылап турап аламыз. Бір немесе екі пияз қоссаңыздар болады, қалауларыңызша. Мен дәл осылай видеодағыдай турап алдым етімді. Енді кезекте құрғақ табамызға жақсылап 3 қасық ұнымызды салып араластыратын боламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай ұнымыздың түсі өзгеріп жатыр. Қоңырқай, қызғылт түс беріп жатыр. Дәл осылай қуырып аламыз. Құрғақ ыдысқа салып қоямыз. Ендігі кезекте майымызды құйып, етімізді қуыратын боламыз. Етіміз мінекей қуырылды. Ендігі кезекте пиязын салып қуыратын боламыз. Және 1 қасық томат пастасын саламыз. Тұзымызды, бұрышымызды дәміне қарай салып, жақсылап тағы 1-2-3 минут қуырып аламыз. Мінекей қуырылды. Ендігі кезекте қыздар біз қуырылған ұнымызды қосатын боламыз. Тағы 1-2 минут қуырып аламыз. Қызғылт түске енгенше мінекей қуырылды. Ендігі кезекте суымызды құйып аламыз. Мінекей қайнады тамағымыз. Енді 5-6 минутқа астын басып өшіреміз. Енді кезекте пюремізді дайындайтын боламыз. Мен 1 килограмм картоп алып осылай бөліктерге бөліп салдым. Және 1,5 қасық тұз қосып, дәл осылай су құйып қайнатып аламыз. Мінекей пюреміз де дайын болды қыздар. Пюренің суын төккен кезде түбінен су алып қалыңыздар. Өзінің суына езген пюре нәзік, жұмсақ болып шығады. Және 1 кружка сүтімізді 2 бөлікке құйып араластыратын боламыз. Және 1 қасық сливочный май қоссаңыздар болады. Мінекей дайын болды пюреміз. Нәзік, жұмсақ болды. Дәл осылай дайындап көріңіздер. Мінекей пюреміз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай. Енді кезекте әсемдеу үшін, дәм беру үшін укропымызды дәл осылай турап алатын боламыз. Укроп қоссаңыздар да болады, қалауларыңызша. Әсемдеп салуда өз еркілеріңіз. Мен дәл осылай әсемдеп салып жатырмын. Пюреміз нәзік болып шықты. Қойылатылған патлимізді құятын боламыз. Мен енді бетіне укроп себем. Ас болсын, сіздер де осылай жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.